Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді печеньенің рецептісімен бөлісемін. Бұл отбасымның сүйікті печеньесі. Және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ең алдымен майды, жаңағы сары майымызды бөлме температурасына жұмсартып аламыз, яғни бірнеше сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Майымыз жұп-жұмсақ болған кезде 200 грамм майымызға 150 грамм қантымыз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқаны салып араластыратын боламыз. Осылай шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 400 грамм ұнымызға 10 грамм қамыр қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Бұл құрғақ қоспаны міндетті түрде електен өткізіп қосатын боламыз. Осылай бірнеше бөлікке, яғни 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосамыз ұнымызды. Осылай біртіндеп алдымен шанышқының көмегімен араластырамыз. Одан кейін массамыз қоюлана бастаған кезде қолымызбен илейтін боламыз. Өте жұмсақ, жаңағы нәзік қамыр шығады. Бұл қамырды біз тоңазытқышта 30 минут немесе 1 сағат көлемінде кішкене майымыз қатқанша, жаңағы формасы жақсы шығу үшін тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. 30 минут тоңазытқышта тұрғаннан кейін жаңағы қамырымызды кішкене ұн сеуіп жаятын боламыз. Жаю барысында кішкене ұн пайдалануға болады. Сонда жаңағы печеньеларымыздың беті тегіс болып әдемі болып шығады. Қалағаныңызша, яғни орташа көлемде жұқалау етіп жайып алғаннан кейін осындай міне печеньеларымызды арнайы осындай кесетін құралдармен кесетін боламыз. Сіздің үйіңізде қандай печенье кесетін зат бар, сонымен кесуге болады. Егер де ондай құралдарыңыз болмаса, кәдімгі стаканның көмегімен домалақ етіп кесуге болады. Қамырымыз өте жұмсақ, сондай нәзік болып шығады. Міндетті түрде ұнның мөлшерін қадағалаймыз, себебі ұнымыз көп болып кетсе, қамырымыз жиырылып қалатын болады. Міне осылай барлығын кесіп алғаннан кейін арнайы противенға тізіп аламыз, және де пешімізді қыздырып қойып 180 Цельсий градуста 15-20 минут көлемінде ғана пісіретін боламыз. Өте жұқа болғандықтан тез піседі, сондықтан күйіп кетпеуін қадағалау қажет. Қалған қамырды тағы да осылай барлығын жинап алып, ұнды пайдалану арқылы жайып, тағы да басқа да формада печеньелар пісіруге болады. Өте дәмді болып шығады. Үйдегі балаларда қатты ұнатады бұл печеньені. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.